Атыраудағы қанды оқиға. Наурыз бен Мейрамгүлді жақындары ақтық сапарға шығарып салды. Атырау облысының Қызылқоға ауданында бірнеше ай бойы іздеуде болған 32 жастағы Наурыз Мұханғалиев пен 35 жастағы Мейрамгүл Қарабалинаның мәйіті табылып, жақындары оларды ақтық сапарға шығарып салды. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Жангелдин ауылында өткен жерлеу рәсіміне марқұмдардың туыстары мен ауыл тұрғындары көптеп жиналды. Бұл отбасының жоғалғаны туралы ақпарат 2025 жылдың соңында тараған болатын. Қайғылы оқиғаның беті биылғы жылдың 6 қаңтарында ашыла бастады. Сол күні Қызылқоға ауданында ерлі-зайыпты 66 жастағы Мақсұт Қарабалин мен оның жұбайы 64 жастағы Нәсіп Өтешқалиеваның денесі өз үйлерінің ауласындағы қорадан табылған еді. Ал олардың балаларының мәйіті арада 2 ай өткенде 9 наурызда ғана анықталды. Осы аса ауыр қылмысқа қатысты басты күдікті ретінде марқұмдардың күйеу баласы мен қызы қарастырылуда. Олар Индонезия аумағында ұсталып, 9 наурызда арнайы рейспен Қазақстанға жеткізілді. Қазіргі уақытта күдіктілерге қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қадірлі көрермендер, бұл оқиға шынымен бүкіл елдің жүрегін ауыртты. Бір отбасының 4 бірдей мүшесін бірден жер қойнына тапсыру өте ауыр қайғы. Жақындарына мұны көтеру оңай емес. Бірнеше ай бойы адамдар тірі табылар деп үміттеніп жүрді. Өкінішке қарай бәрі қайғылы аяқталды. Ауыл болып жиналып, соңғы сапарға шығарып салғаны да сол отбасыға деген құрметтің белгісі. Қазір ең маңыздысы істің ақ-қарасы толық анықталып, әділ шешімнің шығуы. Мұндай ауыр қылмыстың себеп-салдары да жан-жақты зерттелуі керек деп ойлаймын. Марқұмдардың жатқан жері жайлы болсын. Ал артында қалған туыстарына Алла сабыр берсін. Мұндай қайғылы жағдай енді ешкімнің басына түспесе екен.